Сәлеметсіздер ме? Мен Манзура Қинашқызы Сақуалина, Атырау қаласынан осы Астана қаласына келіп, жаңағы осы президенттік больницаның күндізгі стационарында жатқаныма бір аптадай болып қалды. Көп жерлерде болдым, бірақ ең ақырғы осы келген больницама, осы жатқан күндізгі бөлімде жатырмын, стационарный, соған өте ризамын. Міне 4 күн системамды алдым. Сол 4 күннің ішінде қаншама анализдерден өттім. ФГДС, мысалға поднаркозым дейді, бүгін өте ұнады. Осы анализдер тапсырып жатырмыз. Мына дәрігерім, лечащий врачымыз Нұрлан қызы Динараның өте еңбегіне өте жоғары баға беремін. 4-5 күннің ішінде денсаулығым кішкене жақсарып, көңіл күйім көтеріліп, риза болып, осылай рахметімді айтқым келген, регистратураға келген бойда дәрігердің қабылдауында болып, сол күні, сол сағатта назначениесін алып, сол бойда системаларын салып қолыма, жаңағы оперативны жақсы көмек көрсеткендер үшін өте ұзақ алғысымды айтам осы бөлімшеге. Күндізгі стационар деген мына бір өте жақсы ойлап шығарылған зат екен. Осылай ауырыңқырап келіп, осы күндізгі стационарға түсіп, осылай денсаулығымның жақсарып келе жатқанына, барлық органдарымды тексертіп алғаныма ризамын. Дәрігерлерге, мына кіші медицина қызметкерлеріне, мына тамырдан салған системаларды 4 система алам, мысалға, соның бәрін салып, жақсы етіп, бағып тұрып, алып отырған медсестра қыздарға, кіші қызметкерлерге алғысымды білдірем. Және осы бөлімшенің басшысы, заведующий отделение деп аталады ғой, біздер орысша айтқанда, ризашылығым зор. Осындай тап-таза, бәрі уақытында көрсетіліп жатыр, анализдер алынып жатыр. Соның бәріне шын жүрегіммен аналық ризашылығымды білдірем.